Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ең тәтті сочный-мочный болатын блини дайындайтын боламыз. 3 жұмыртқамызды осы әбден ақ көпіршік болғанша миксермен ұрғылап араластырып аламыз. Одан кейін тұзымызды қосамыз, жақсылап оны да араластырамыз. Одан кейін бір кеседе қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Қанты міндетті түрде жақсы еруі қажет. Ақ көпіршік болғанша араластырсаңыздар тіпті жақсы. Одан кейін бір кесе шемішкі майымызды қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Одан кейін осындай үкіметтің сүтін 2-3 кеседей шамамен қосасыздар. Мен өз көз мөлшермен жасадым. Енді пісіруге кірісеміз. Тапамыз әбден жақсылап қыздырып алғандарыңыз жақсы. Сол кезде ортасы тесіп болып піседі. Жан-жағында газге мән бермеңіздер. Туған күнге дайындалып жатқанымыз анамнау асып атқасын, газдың үсті осылай шашылып жатыр. Осылай жұқа қылып құйсаңыздар, осылай жұқа қылып піседі. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер.